Мұнайдың үстінде отырмыз дейміз-ау, бірақ оның қызығын, пайдасын кім көріп отыр? Осы аптада үкімет сағатында депутаттар осылай ашынды. Ашынатын жөні де бар. Өйткені мұнайдың түбі көріне бастады. Жанармай бағасы да қымбаттауы мүмкін. Сала басшыларының мұндай жауабы депутаттарға ұнамады. Сонымен қатар бізде жыл сайын мұнай өнімдерінің тапшылығы байқалады. Ол импорт есебінен жабылады. Мұнайдың үстінде отырып, мемлекет үшін, мұнайдың үстінде отырған мемлекет үшін бұл нонсенс. Іс жүзінде Қазақстан бензин, авиациялық отын, дизель отыны бойынша импорттық отынға тәуелді және 7 жыл ішінде елімізге 6 миллион тоннадан астам мұнай өнімдері импортталды. Яғни елімізде жанар-жағар өнімдерінің дефицитін негізден Ресей мемлекетінен импорттап отырмыз. Бұл мәселені шешетін уақыт келді. Ал мұнайдың қызығын кім көріп отыр деп сауал тастаған Ерлан Саиров Қазмұнайгаз басшыларына телефон шалу мүмкін емес. Одан да Құдаймен байланысу оңай деп есептейді. Жаңа Қазақстан келгеннен бері сол мұнайдың қызығын кім көріп отыр деген сұрақ әлі күнге дейін елді мазалайды. Мен бір ғана мысал келтірейін. Мысал үшін Қаражанбас мұнай деген компания бар. Содан осы қазақстандық Каспий Шиппинг деген компания тендерді жеңіп алған. Қазақстандық компания. Оның орнында бұрын Евразия деген Қазақстанның олигархтарына тиесілі жаңа компания болған. Енді сол қазақстандық компанияны 3 ай болған Қаражанбас мұнай сол өзінің жұмысына кіргізбей жүр. Бұл бүгін Қазақстанда дәл қазір болып жатыр. Мына жердегі Қазмұнайгаздың басшысына телефон шалып сөйлесу мүмкін емес. Мне кажется, легче дозвониться до Господа Бога, чем до этого человека, который здесь сидит. Ал енді дәл қазіргі таңда Қазақстанда біздің көзімізше міне осындай мәселе болып жатыр. Сонда жаңа Қазақстан кім үшін деген сұрақ туады. Ал қара алтынның түбі көрініп, бар мұнайдың қызығын талай жылдан бері көре алмай келе жатқан кезде, сала басшылары 4-ші мұнай өңдеу зауыты 2040 жылы бірақ аяқталатынын айтып, депутаттардан ұрыс естіді. 4-ші мұнай өңдеу зауыты 2030 жылы басталып, 2-ші 2040 жылы аяқталады дедіңіз. 10 жыл тіпті ұзақ емес пе? Біз аяқталайын деп жатқан жоқпыз ғой. Әлде 2040 жылға дейін кім бар, кім жоқ деп жасалынды ма? Күлетін ештеңесі жоқ бұл. Бұл деген тона 2000 жылдан бері айтылып жатқан зат. 2000-ді айттық, 2005 дедік. 2005-ті айттық, 2010 дедік. Одан кейін 15 болды, 20 болды, 24-ке келдік енді. Өзекті мәселенің бірін Азат Перуашев көтерді. Ол еліміздің мұнай қорын пайдаланатын алып 3 компаниямен, атап айтқанда Теңіз Шевройл, NCOC, Қарашығанақ компанияларымен жасалған келісім шартты қайта қарау керек екенін айтып, үкіметке бұған дейін де сауал жолдапты. Және депутат бұл мәлімдемесін сол алып 3 компания басшыларының көзінше айтты. Демпартия, наша фракция в Мажилисе в первую же неделю после референдума по Конституции сделала запрос о раскрытии и пересмотре соглашения о разделе продукции, заключенных с крупнейшими компаниями, эксплуатирующими богатейшие месторождения, нефтегазовые месторождения в нашей стране. Трижды на наши запросы правительство отвечало отказом, Конституционный совет не принял к рассмотрению, Конституционный суд не принял к рассмотрению вопроса, но они, вот эта сегодняшняя дискуссия подтверждает, что они на самом деле, их актуальность только будет нарастать в дальнейшем. Когда нам господин министр говорит, что это, значит, СРП закончится к 30 году, не совсем правда. Скажем, по НСОС, по-моему, там СРП до 41 года. То есть еще 20 лет у них будет такое привилегированное положение. А на основании чего? Я напомню, коллеги, вообще-то в 22 году в ходе конституционной реформы в пункт 3 статью 6 Конституции была внесена поправка о том, что земля и недра принадлежат народу Казахстана. Нам сейчас говорят, что, значит, нет никаких проблем по согласно СРП в том, чтобы, значит, его подписанты продавали на внутренний рынок, но по внешним ценам. А вообще-то как это так? Владелец кто у нас получается? Получается, они владельцы или все-таки народ Казахстана этих природных богатств? Депутат Альберт Рауда қарап қалмады. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошановтың жоқтығын пайдаланды ма, әйтеуір ағынан жарылды. Ол талай жылдан бері қара алтынымызды сорып келе жатқан 3 компания басшыларына келісім шартты қайта қарау керек екенін айтып, оған нақты мысал да келтірді. Но самое главное, вот уважаемые, как у нас называют, 3 ведущие компании, вы услышите нас тоже, что мир изменился. Не только Казахстан изменился, как сейчас коллега Базарбек сказал, что какие мы были 33 года назад и какие мы сегодня. Нам нужно удвоить ВВП. Мы же не удвоим добычу нефти.
Мы не удвоим, так же, как не удвоим добычу руды. Мы не можем вырастить там двойной урожай, только за счет переработки. За счет этого можем нарастить наш ВВП. Поэтому при всем уважении, действительно у людей складывается отношение такое, что вы четко считаете, что там будет через 20 лет, когда у нас нефть закончится, салам алейкум, саубалздар, мы пошли, да? Не принимает сегодня народ это. Поэтому мы понимаем, что над вами стоят акционеры, каждый из вас в своем вопросе ответил, у меня акционеры есть. Мы понимаем, мы уважаем международный капитал, мы понимаем вложение на инвестиции, но отдачу инвестиций. Но кто из вас за 30 лет подумал о том, чтобы нарастить переработку нефти? Үкімет отырысынан соң еліміздің мұнай саласындағы біраз мәселе қалқып шықты. Енді депутаттар айтқан мәселелер назарға алынып, комитет отырысында майшаммен қаралатын болады. Сапарғали Қанат, Мерей Кенжеғали, арнайы QR News үшін.